күні бәріміз үшін айрықша қымбат, қасиетті мереке. Құрметті ардагерлер, сіздер елімізді жаудан ерлікпен қорғай білдіңіздер. Ұлы жеңіс үшін, өшпес ерлік үшін сіздерге алғысымызды білдіремін. Сен құрметте оны, түсіндің бе? Ол ақшаға сатқан жоқ, зерден кесіп аяғын. Кеше елге қайтартқанымызда ол жауын қайтартты. Жаманат болған біздерді көріп кеудесін алды. Елбасына күн туған кешегі соғыс кезінде ер азаматтар қолдарына қару алып, ел қорғауға аттанған. Жас ұрпақ сіздердің алдарыңызға борышты. Осындай айтулы мереке күніне сіздерге жарасты көңіл-күй, отбасыларыңызға береке бірлік тілейміз. Құрметті Ұлы Отан соғыс ардагерлері, мен сіздерге шексіз алғысымды білдіремін. Сұрапыл соғыстың аяқталуына 9 мамыр күні 75 жыл толады. Ұлы жеңіс құтты болсын. Мен сіздерге қанша алғыс айтсам да артық болмас еді. Сіздердің ерліктеріңіз, батылдықтарыңыз, неміс фашистерімен бетпе-бет келіп, тайсалмай шайқасқан күндеріңізді мен әрқашан мақтан етемін. Және ол күндерді жадымда сақтап, сіздерге бас иемін. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған боздақтарымызды мәңгі есімізде сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған қандастарымыздың алдында бас иеміз. Құрметті Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен тыл еңбеккерлері, ауыр күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін бас иіп алғыс білдіремін.